біздердің пайдаланып жүрген коланың адам ағзасына зиянын көреміз. Біз теледидардан оның тәтті сусын екенін естиміз, бірақ кейбір мәліметтерге сүйенсек, оның зияны бар екен деп естідік. Енді соның зиянына қазір көз жеткіземіз. Бұл жерде қазір біздің оқушымыз Серикова Әсем 4 стақанға кола құяды. 2 қолмен ұстап қойып, орталарға қарай 4 стақанға кола құяды. Енді бір жерде коланың, біз бүгінгі тақырыбымыз біздің коланың органикалық ортада жануын көреміз. Органикалық орта ол күнделікті тағам ретінде пайдаланып жүрген сіздердің қанттарыңыз. Сосын біздің ер азаматтарымыз, ересек ер азаматтарымыз кейбіреулері жаңа темекі тартады. Сол темекінің қалдығы адам ағзасына сіңген уақытта коламен араласқанда жаңағы ағзаға жылу жалын береді екен. Мен қазір соған көз жеткіземіз. Әсем сала ғой. Біреуіне тоқаңыздар, мұқият қараңыздар. Дұрыстап қарабаңыздар. Стақанның бетін түзетсеңіз пышылдап қалды. Көрдіңіздер ма? Қант пен кола араласқан уақытта не болды айтыңыздар? Істеле. Дұрыстап қараңыздар, ол не істеледі? Қайнап жатыр. Қайнады. Біраз уақыттасын қарасаңыздар, стақанда жылу пайда болады. Әне қараңдар, қайнап жатыр. Көрдіңіздер, олай стақан сыртын ұстаңыздар. Жылу пайда болды ма? Енді Әсем келесіне сал, жаңа темекінің қалдығын сал. Темекінің қалдығын. Енді бұған қараңыздар, темекінің қалдығында не болып жатыр? Біраз уақыт қарасаңыздар, ол қатты қайнайды. Әсем үстіне темекінің қалдығына баланған қантты саласыздар. Қараңдар. Не істеп жатыр? Күпіршілтер. Бұны қазір жарыққа дұрыстап қарасаңыздар, бір жерде одан да дұрыстап қараңыздар бұны. Не істеп жатыр? Біраз уақытқа Қайнайды, Не істеп? Баса түске айналды. Жарыққа қарасаңыздар, не болды? Қараңыздар бұны. Баса түске кішке айналды. Балалар қараңдар. Осылай болады. Жанып жатыр. Алыстырыңыздар. Байқаңдар. Алыстырыңыздар. Жаңағы органикалық зат. Не істеп жатыр? Темекі алыстырыңыздар. Көздеріңізді пышылдап атады. Темекі қалдығымен араласқан уақытта бізде немен пайда болды? От пайда. От көрдіңдер ме? Жақсы балалар. Бір ауыз сөзін айтыңыздар, қандай қорытынды жасайсыздар? Әлнұр айта ғой. Мұнда бұл қалай болатынын көрдіңдер. Өйткені мына жерде мына шыққан кезде бұл қалай атылатыны бұлай болды деп. Сондай ойға келді ме? Өйткені кола не екен? Гүлден сен не айтасың? Қандай қорытынды жасауға болады? Балаларға болашақта қандай ұсыныс айтасыз? Кеңес бересіңдер. Кола жайлы қандай кеңес бересіз? Кола зиян екенін, мен десем, коланы ішуге